Сәлем, қалайсың? Бүгінгі біздің тақырып тыныс алу жүйесі. Жалпы тыныс алу жүйесі бұл сыртқы ортадан оттегін организмге сіңіріп, көмірқышқыл газын сыртқа шығаруға қызмет жасайды. Тыныс алу жүйесі мүшелері бұл мұрын қуысы, мұрын жұтқыншақ, көмей, кеңірдек, бронх және альвеола. Осының ішінде ең алдымен атмосфералық ауаны қабылдайтын бұл мұрын қуысы. Мұрын қуысының негізгі қызметі сырттан келген ауаны жылыту, не суыту, шаң тозаң, әртүрлі макроэлементтерді ұстап қалу секілді қызметті атқарады. Тыныс алу механизмі. Тыныс алу механизмі екі маңызды кезеңнен дем алу инспирация және дем шығарудан экспирациядан тұрады. Бұл екі процесс өмір бойы үйлесімді жүріп отыратын процесстер болып табылады. Адам демді ішке тартқан кезде инспирация еттері жиырылып, көкірек қуысы кеңейеді. Көкет жиырылады, оның күмбезі жазылып, 1-5 сантиметрге төмендейді. Сөйтіп, көкірек қуысы жоғарыдан төмен қарай кеңейеді. Сыртқы қабырға аралық және шеміршек аралық еттер тартылып, қабырғаларды жоғары қарай көтереді. Осы кезде төс алға қарай ығысып, көкірек ұлғаяды. Өкпе альвеолалары серпімді тіндерге бай. Олар жазылып ұлғаяды да көкірек қуысын түгелдей қамтиды. Альвеолаларда қысым азайып, сырттан тартылған ауа өкпеге ойысады. Одан әрі инспирация еттері босап, әдеттегідей орнына түседі. Көкет күмбезі жоғары көтеріліп, көкірек қуысы тарылады. Өкпе аумағы кішірейеді. Ал көкірек қуысы тарылуы экспирация еттері, яғни ішкі қабырға аралық еттердің жиырылуына байланысты. Осы сәтте альвеолаларда ауа қысымы күшейіп, мұндағы ауа сыртқа шығарылады. Жалпы тыныс алу механизмі осылай жүзеге асады.